Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мен Олмекен Ақпан, 10 жылдан астам психология саласында стажвар маманмын. Және соңғы осы 2 жылда кванттық физиканы зерттеп, кванттық скачок қалай жасалынады, қалай жасай аламыз, соны зерттеп өзімнің өмірімде, маған келген оқушыларымның өмірінде қолданып, жемісін көріп жүрген жайымыз бар. Әрине, бірінші Алланың қалауымен 2 аптаның ішінде 28 миллион теңге тапқан оқушыларым бар. 3 айдың ішінде өзінің қалаған квартирасын алған, үйін алған, уже 3-тен астақ оқушым бар. Табысын көтергендер бар. Күйеуімен дұрыс емес отношениесін жақсартқандар бар. Әрине, тағы айтам, бірінші Алланың қалауымен, Алланың қалауымен, Алла бізге беруші. Содан кейін ғана осы методика арқылы қолданып, өзімізге рұқсат беріп, сол состояниеге кіріп, сол біз үшін, біздің миымыз үшін өте ұзақ жететін нәтижелерді өте қысқа уақытта алып жүрген жайымыз бар. Және сіздерді дәл қазір осы сабақта көріп отырғаным үшін өте қуаныштымын. Себебі дәл қазір сіздің өміріңіз өзгеруі мүмкін. Себебі случайность деген нәрсе жоқ. Случайность деген болмайды. Сіз қаладыңыз өмірді өзгертуді. Және мүмкін сол үшін осы сабақ сізге беріліп тұр. Енді біздің өмірімізде не үшін қиындықтар болады? Ол психика жағынан болсын, ол психология, мышление, жалпы кванттық заңдылықтар, кванттық заңдылық, кванттық физика дегеннің өзі бұл әлемде біз түсіне алмайтын, біздің миымыз жетпейтін нәрселерді ғылыми түрде дәлелдеп, эксперимент жасап, сол біз түсіне алмайтын құбылысты кванттық физикамен жалпы түсіндірген ғылым. Мен өзім скептикпін, өте көп заттарға сене бермеймін. Ал осы кванттық физикаға келген кезде менің түсінген ең бірінші нәрсем ол барлық нәрсе энергиядан тұратындығы. Себебі мен алдында энергия дегенге эзотерика деп қарап мен сенбейтінмін. Бірақ та зерттей келе, эксперимент жасай келе, өзіммен, өзімнің денеммен эксперимент жасап, нәтижесін көріп, одан кейін ғана оқушыларымен бөліскен болатынмын. Және Аллаға шүкір, осы 1 жылдың ішінде өте көп результаттарымыз бар. Уже 500-ден 1000-ға жуық оқушы өтті қолымыздан. Нәтижелері бәрі өте керемет. Енді дәл қазір бүгін мен сіздерге өмір не үшін өзгермейді? Не үшін сіз қарызда жүрсіз? Не үшін сіз дұрыс емес отношениедесіз? Не үшін сіз ақша таба алмай жатырсыз? Не үшін сіз өсе алмай жатырсыз? Осының себебін бүгінгі сабақта ашып айтатын боламын. Себебі бұл менің 15 жылдық стажымнан құрылған білімдер. 15 жылдың ішінде әрине мен 20 миллионнан астап өз біліме ақша құйдым. Оның ішінде барлығы бар десем болады. Телесный терапия, энергиядан, космоэнергетика, родовой программалар, оның барлығы тіпті пациленция деген бар сущностьтар. Соған дейін білім алғанмын. Мен өзім адасып жүргенде. Сол үшін егер сіз осы жерге келген болсаңыз, значит, дәл қазір сіздің өміріңізді өзгертуге беріліп тұрған мүмкіндік деп қабылдаңыз. Енді өміріміз не үшін біздің өзгермейді? Не үшін қалаған нәтижені ала алмай жатырмыз? Давайте кішігірім мына видеоны бір қарап шығыңыздар, одан кейін сіздермен тағы да жалғастыратын боламыз. Негізінде өмірдегі барлық мүмкіндіктер барлығымызға бірдей берілді, барлығымызда бірдей қол, бірдей ми, бірдей мүмкіндіктер бар. Бірақ та біреуі өте бақытты, қалағанына жетіп жатыр, қалаған машинасы, қалаған үйі, қалаған ақшасының барлығы бар, қалаған отношениесінің барлығы бар, жалпы отношениесінің барлығы бар. Ал кейбіреуде отношение дұрыс емес, үй ала алмай жүр, ол кісілердің ақшасында да проблема. Неге бұлай болады? Негізінде біздің проблема дәл қазір басталған жоқ. Бұл проблема біздің бала кезімізден дейміз ба, туылған ортамыздан басталады, өмірге келгеннен басталады. Енді 2 типтегі мышление болады. 2 типті адамдар болады, 2 типтегі. Бірінші типтегілер бай, бақытты отбасында өмірге келді. Бақытты, астын сызбай айтайын, бақытты отбасы ол не обязательно бай болады. Бақытты отбасы ол бір-бірін ести алатын, тыныштықтағы, бәрін келісетін, баланың жағдайын бірге жасайтын, жалпы сондай гармониядағы өте күшті отбасы. Бай болуы да мүмкін. Бұл жерде мысалға мынау қыз өсіп жатыр, бұл отбасында барлығын алды.
Ақша сұраса ақша болды, киім десе киім болды, махаббат берілді, қауіпсіздік сезімі берілді, сенімділік, болашаққа деген сенімділіктің барлығы бұл қызға берілді. Тыныштықтағы бақытты бай отбасында барлығы жеткілікті болды. Мамасы папасын жақсы көрді, қызына махаббат берілді, толыққанды ести алды, критиковать еткен жоқ, қанатын сындырған жоқ, здоровый клетка дейміз ғой, здоровый толыққанды адам ретінде өмірге алып шықты. Енді барлығы отбасының біз білетіндей барлығы идеальны емес. Енді екінші типтегі отбасылар бар, үнемі папасы мамасын ұратын, ақша үнемі жетпейтін, үнемі мамасы страдать етіп жүретін, үнемі ұрыс керіс, үнемі отбасындағы адамдар бір-біріне критика айтатын, бір-бірін естімейтін. Жалпы сондай отбасы, бәріміздің отбасымызда болды ол нәрсе. Біз көбінде, мен өзім осы екінші типтегі адамдардан шыққанмын. Екінші типтегі отбасыдағыдан шыққанмын. Яғни страданияны көріп өстік. Мама всегда қиналады, папа мен мама ұрсады деген сияқты жалпы отбасынан көбіміз шықтық. Енді қараңыздар, бұл біздің өмірімізге қалай әсер етеді? Когда адам мына отбасынан шыққан кезде, сенімділік, адамның ішінде тыныштық болғанда, ертеңгі күнге сенімділік болған кезде, ол кезде адам уже қалағанының барлығын еркін алуға өзіне мүмкіндік бере алады. Себебі мына жерде болмайды деген нәрсе болған жоқ, барлығы мүмкін, барлығына жетуге болады. Барлығы мүмкін деген нәрсе болды. Мына жерде галочка болды, барлығы мүмкін деген. И мына бала өседі де қалаған отношениесін тартады өміріне. Қалаған отношениесінде өмір сүреді. Потому что бұның миы, психикасы тек қана жақсы отношениені көрді. Даже жаман типтегі токсичный отношениені бұның миы, психикасы қабылдамайды, қашады жалпыда. Көбінде, бұл 100% деп айтпаймыз міндетті түрде. Көбінде. И өзіне дұрыс отношение құрады. Отбасын дұрыс құрады. Потому что өзіне сенімді, дұрыс ақша тауып, жаны тыныш адам, ол қалағанына жете алатын адам. Өзіне сенетін адам, ол қалағанына жете алатын адам. Үйін де алады, машинасын да алады, и қалаған ақшасының барлығы болады жалпы. Енді қараңыздар, мына жерде страдание дегі. Страдание. Жалпы страдание ол ақшадан страдать еткен болуы мүмкін, отношениеден страдать еткен болуы мүмкін, Кез келген нәрседегі страдание ол автоматты түрде бала әлемді солай екен деп қабылдап қалды. Мына жерде басқаша картинка болса, мына жерде махаббат, гармония елестетіңіз, Үйде, кухняда күліп әңгіме айтқан, кешкісін бәрі отырып ойын ойнаған, әңгіме айтқан, барлық нәрсе жеткілікті, ешқандай уайым, ертеңгі күнге жетпей қалады, аш қаламыз, киім жетпей жатыр, тамақ жетпей жатыр, ақша жетпей қалады деген проблема жоқ кезде адамның жаны тыныш болады. Ертеңгі күнге деген толыққанды сенімділік болады. Ал мына жерде, отношение дұрыс емес, үнемі папа ішіп келіп маманы ұрған, екеуінің арасындағы ұрыс керіс, немесе ата-енесінің, мамамыздың да, ата-әжеміздің мамамызға деген отношениесі, екеуінің бір-бірімен отношениесі дұрыс емес болған болса, күнде үйде ұрыс болатын болса, адамның ішінде автоматтан қорқыныш болады, және ол өзін қауіпсіз сезінбейді үйде. И қорқыныш болады, сенімсіздік болады ертеңгі күнге деген. Потому что мына жерде жүрегінде сенімділікті отбасынан ала алмайды. Сол кезде бұл адам өсетте, одан кейін болмай қалады, жетпей қалады, қалаған өміріме жету невозможно сияқты деп қабылдай береді. Яғни үйде жоқ, машинада жоқ, дұрыс емес отношение және ақшада жоқ. Бұның жалпы түбі осылай басталады. Скачокты көп адамдар ойлайды, менің қолымнан келмейтін, мен жасай алмайтын дүние деп, иллюзия деп, ол состояниеге мен кіре алмай жатырмын. Яғни өмірді өзгертуге келген кезде адамдармен жұмыс жасаудың өзінің мен қазіргі күнде мыңдаған адамдармен жұмыс жасау арқылы ұққан бір шындығым бар. Ол барлық медитация, барлық методика барлық адамға бірдей жұмыс жасамайды. Белгілі адамдарға белгілі бір нәрсемен жұмыс жасау керек. Бәрімізде травма бар. Бәріміздің эмоциямыз дұрыс емес. Бірақ та травмасы жоқ, тек қана миы программасымен, басқа программамен жүрген адамдар бар. Және де ештеңкені білмесе де тек қана состояниеге жақсы кіретін адамдар бар. 3 типті мен бөліп шығардым, және осы 3 типке арнайы техникаларды да дайындадым. Өмірді өзгерту өте оңай. Келесі сабақта мен енді не үшін адамдар қарызға кіріп кетеді, не үшін көп табыс таба алмайды, сол туралы айтатын боламын.